Бәріңе сәлем. Бүгін мен сендерге тышқан туралы айтқым келеді. Кәдімгі тышқан туралы. Бір күні ол үй иесі тышқандарға арналған қақпан қойған көреді. Жүгіріп жүріп, бәрін тауыққа, қой мен сиырға айтып береді. Бірақ олардың бәрі бір ауыздан қақпан саған арналып қойған. Бізге еш қатысы жоқ деп жауап береді. Біраз күндер өткеннен кейін әлгі қақпанға жылан түсіп, үй иесінің әйелін шағып алады. Оны емдейміз деп тауық сорпасы жасалады. Кейін науқастан хабар алуға келгендерді тамақтандырамыз деп қойды сояды. Ең соңында о дүниеге кеткенді шығарып салу үшін сиыр сойылып құдай тамақ беріледі. Осының бәрін қабырғадағы тесіктен көріп отырған тышқан әрі қарай ешкімге қатысы жоқ ойларын ойлауды жалғастыра берді. Сонымен балалар, тұзаққа түспеу амалдарын қарастырамыз ба? Ендеше бастайық. Әдеттегідей миымызға жаттығудан бастайық. Дайынсыңдар ғой, ә? Кеттік. Матрица фильміндегідей. Фильмдегідей таңдау. Мысалы, бір мәтінді алып, сканерден өткіземіз. Цифрлау. Таптың ба? Ал сендер, мысалы, ғой деген сөзді қолданбай, сөздің мағынасын сөздіктегідей айта аласыңдар ма? Қане көрейік. Біздің ойынымыз кәсіби деңгейге көтеріліп жатыр. Бұл процесс, мысалы, технологиялар. Мысалы дегенді қоспаймыз. Жақсы. Технологиялардың біздің өмірге ену процесі. Цифрландыру? Керемет. Көрдіңдер ме? Кішкене тырыссақ, барлығы оп-оңай болып шығады. Бүгін біз сендермен өте қажетті әрі пайдалы тақырыпты талқылаймыз. Цифрландыру. Өндіріс пен басқа да салаларға заманауи цифрлық технологияларды енгізу. Қазір сендер ойлайтын шығарсыңдар. Осы бұрын ата-анамыз, ата-әжелеріміз интернет, смартфонсыз банк картасын қолданбай қалай өмір сүрген? Олардың өздері өткенді еске алғанда таң қалып жатады. Цифрландырудың маңызы мен ыңғайлылығы туралы айтудың өзі артық болады. Смартфонымыз өше қалса, бұрынғы заманнан бірақ шыққандай боламыз, е? Бағымызға орай қазіргі телефондар тез заряд алатын болды. Сонымен, интернет пен банк карталары біздің өміріміздің айнымас бөлігіне айналғаны рас қой. Банк карталарына қатысты тақырыпты біз талқыладық. Енді интернетті қолдану кезінде онлайн төлемдер жасағанда неден, дәлірек айтқанда, кімнен, қалай сақтануымыз керектігін талқылайық. Алаяқтықтың осы түрі неге дәл осылай аталады? Кім біледі? Өйткені олар қармағын тастап күтіп отыра ма? Неге сенімсіз жауап бердің? Жауабың дұрыс қой. Картаға қатысы бар ақпаратты өзіміз бермегенше күтіп отырады. Балық аулаудың дәл өзі. Біздің миымыздың бір ерекшелігі өзінің басынан өткенді қиналып тапқан шешімді ғана жақсы есте сақтайды. Сондықтан алаяқтар қалай айласын асыратын тауып көрейік. Алаяқтың қандай құрығына түсуі мүмкінсің? Ақшаға? Жеңіл құтылайын дедің бе? Толықтай сипаттап көр. Мысалы, сіз ұтыс ойында жеңіске жеттіңіз. Сізге ұтысты аудару үшін картаның реквизиттарын жіберіңіз. Жақсы мысалдар. Алаяқтықтың мұндай тәсілдері расымен де өмірде жиі кездеседі. Тағы бір маңызды тұсы аталған сауалнамалар мен ұтыс ойындарын алаяқтар бәрі білетін, сенім артатын танымал банктер мен компаниялар атынан жүргізеді. Ал осы сияқты алаяқтар тұзағына түспеу үшін қандай амалдар бар? Жай ғана жеңіл ақшаға алданбау керек. Өте орынды кеңес. Оңай ақша ұсынып, картаға қатысты ақпарат сұрағандардан аулақ болу керек. Бірінші әдісті түсінсек, келесіне көшейік. Сен неге алданатын едің? Егер банктен хабарласып тұрмыз десе. Иә, ондай жиі болады. Банк қызметкері рөлінде алаяқтардың көбіне телефон арқылы немесе хат жазып, ақпаратты нақтылау үшін мынау сілтеме бойынша өтіңіз деп сұрайды. Кейін карта туралы ақпаратты ұрлайтын вирусты іске қосуға арналған сілтемені жібереді. Ал бұдан қалай сақтанамыз?
таныс емес адамдардан келген хатқа жауап бермеу. Иә, сілтемелерді баспау керек. Дұрыс айтасыңдар. Ешқашан түсініксіз сілтемелер бойынша өтуге болмайды. Менің білуімше, нағыз банк қызметкерлері ешқашан құпия сөзді сұрамайды. Әрине, өйткені бүкіл клиенттер жайлы ақпарат олардың базаларында сақталады. Осыны ұмытпаңдар. Құпия сөздер, CVC код пен SMS арқылы келетін кодты тек алаяқтар сұрауы мүмкін. Жақсы, мұны түсінген сияқтымыз. Тағы бір сұрақ. Алаяқтар банк қызметкерлерінен басқа кімнің кейпінде болуы мүмкін? Кез келген адам кейпінде, оларға бәрібір сияқты. Бірақ кез келген адамға картамыз жайлы ақпаратты бергіміз келмейді ғой. Сендерге кішкене көмектесіп жіберейін. Мысалы, мен атақты брендтің кроссовкасын үлкен жеңілдікпен онлайн сатып ал деген жарнаманы көрдім. Маған ешкім ештеңені тегін беріп жатқан жоқ. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ. Сайтта кәдімгі интернет дүкеннен айнымайды. Логотип өз орнында, тауарлардың бағасы, аяқ киімдердің түрлері көрсетілген. Енді оны сатып алу үшін төлем жасаймын ба? Әрине төлеймін. Сонда бұлар алаяқ па? Бәрі мүмкін. Алаяқтар қазір танымал дүкендер мен банктерді айтпағанда билет сататын, үйлерді жалға алуға көмектесетін сайттардың көшірмесін жасауды әдетке айналдырған. Түп нұсқадан айнымайды. Онымен қалай күресуге болады? Жақсы сұрақ. Естеріңде болсын. Алаяқтар бәрін көшіргенмен сайттың мекен жайын көшіре алмайды. Өйткені ол мекен жайды компанияның өзі алып отыр. Әрине, олар мекен жайды да барынша ұқсатуға тырысады. Мысалы, Kaspi.kz, Kaspi.org-қа айналып кетуі мүмкін. Өздеріңе ереже ретінде жазып алыңдар. Егер сайт мекен жайы HTTPS-тен басталса, жақсы белгі, себебі S белгісі сайттың сертификаты бар дегенді білдіреді. Оған қоса сол жақта құлыптың белгісі болу керек. Алаяқтарға жем болмаңдар. Я ондай жағдайда картадан ақша алынды деген хабарлама ғана келеді. Өзің ештеңе істемесең де? Егер алаяқтар сендердің жеке төлем деректеріңе қол жеткізсе, ақша өзінен өзі шоттарыңнан шешіле береді. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін алаяқтар жұмысын қиындататын бір-екі қарапайым әрекеттер жасасақ болмақ. Оларды жазып алайық. Бірінші, ұзақ әрі құпия сөз жазуды үйреніңдер. Атыңыз, туған жылыңыз болмайды. Әр сайтқа бөлек құпия сөз болу керек. Алаяқтар бір құпия сөзді білді ме, басқа сайттардың бәріне енгізіп көреді. Оларды кем дегенде 3 айда бір ауыстырып тұру керек. Онда алаяқтар қазір қолданылмайтын бұрынғы құпия сөзге тап болуы мүмкін. Екінші, қайда, кімнен құрастырылған белгісіз бір түрлі файлдар мен күдікті қосымшаларды жүктеуге болмайды. Жалпы сізге телефон шалған немесе хат жазған танымайтын адамдарға ешқашан сенбеңіздер. Тегін ештеңенің болмайтынын ұмытпаңыздар. Егер олай жасай алмаймыз десеңдер, арнайы сендер үшін тағы бір амал бар. Танымал вирусқа қарсы бағдарламаларды қолданыңдар. Сендерді көп жерден сақтап қалады. Бәрі біле бермейтін 4-ші ереже. Смартфонның негізгі бағдарламасын үнемі жаңартып отырыңдар. Жаңарту сендердің смартфондарыңды бағдарламаның ескі нұсқасын орнатылған уақыттан бері пайда болған жаңа қауіптерге төтеп беруге үйретеді. Бәріңе белгілі 5-ші қағида. Кафе, әуежай, пиццерия мен сауда орталықтарында Wi-Fi жүйесі қауіпсіз емес. Мүмкіндігінше оны қолданбауға тырысыңдар. Ал егер интернетті пайдалануға тура келсе, ондай жерлерде ақпараттарың сақталған бағдарламаларды қолданбауға тырысыңдар. Мысалы, ешқашан мобильді банк қосымшаларын ашпаңдар. Және соңғысы, картадағы бүкіл операциялар үшін міндетті түрде SMS пен push хабарламаларын қосыңдар. Кейде алаяқтар бірінші реттен ақшаны шығарып ала алмай жүреді. Күдікті операцияларды көрсеңдер, бірден картаны бұғаттауға болады. Мен біраз әңгіме айттым. Енді сендерді тыңдағым келіп тұр. Естеріңде қалған, ерекше таңғалдырған не болды? Қандай кеңеске құлақ тұрып,
өмірде қолдануға болады деп ойлайсыңдар. Ал нені пайдаланбайтын едіңдер? Дәптерге жазған ақпаратты тағы бір қарап, талқылауға кішкене уақыт берем. Уақыт кетті. Құлағым сендерде. Құпия сөзді үнемі ауыстырудан шаршайсың ғой. Басы жаман емес. Мен ауыстырмаймын деген жоқпын, бірақ үнемі дегенге сенімді емеспін. Маған жалған сайттар туралы ақпарат ұнады. Ой, ұнады деуге келмейді. Енді бірақ кез келген сайтта жеке деректеріміз туралы ақпаратты жазуға қорқатын болдық. Сақтық пен қорқыныш екі түрлі сезім. Сақтық өзіңді қауіпсіз сезінуге көмектеседі, ал қорқыныш керісінше мазасыздыққа келеді. Сендер енді жалған сайтты түп нұсқадан ажырата білесіңдер. Енді сендерді алдау оңайға түспес. Ал мен антивирусымды жаңартып қойдым. Қашан? Жаңа ғана сіз сөйлеп жатқанда. Қалай шешімнен әрекетке жылдам көшіп кеттің? Көп болса 10 секунд өткен шығар, балалар. Сақтықта қорлық жоқ. Құпия сөзді өзгертіп қойғандарың бар шығар. Қалжыңдаймын. Сендер бүгін интернет қауіпсіздігі жайында біраз біліп, жақын арада алаяқтықтың алдын аласыңдар деген үміттемін. Жарайсыңдар. Ақылды адам өз қателіктерінен сабақ алады. Дана адам өзгелердің қателігін қайталамайды. Деген жақсы бір сөз бар. Егер осыған дейін алаяқтар қақпанына түспесеңіздер, демек дана болғандарыңыз немесе сәтті жолда жүргендеріңіз. Сәттіліктің де аяқталар күні болады. Соны ұмытпаңыздар. Одан да кейбір қауіпсіздіктің тексерілген ережелерін қатаң сақтаңыздар. Желді абай болыңыздар. Келесі кездескенше.